осы жыл аяқталғаннан кейін 2025 жыл болсын, 24 жыл болсын, көп кәсіпкерлер былай жасайды. Жыл аяқталу, жаңа жылға бір 15-20 күн қалған кезде счетына ақша түседі, соответственно, жыл аяқталып келе жатыр, бүкіл заказчиктар ақшаларын төлейді, сол кезде счетында ақша бар. Біз енді компания аутсорсинг болғандықтан компаниялардың табыстары қанша екенін санаймыз, жібереміз, бірақ кәсіпкерлер жаңағы түскен табыстан салыққа ақша қалдырмайды, өйткені бізде 10 апрельге дейін салық төлеу керек, КПН салығын, түскен табыстан. Ал упрощенный режимдар 3% салық төлейді. Көп кәсіпкерлердің білмеймін не үшін олай жасайтын, жаңа жылға жақын қалған кезде барады, машина алады, квартира алады, содан кейін салық төлейтін уақытысы келген кезде ақша жоқ дейді. Көп кәсіпкерлердің счеттары блокқа кетеді, содан кейін машинасын сата алмай отырады, немесе алған квартираларын сата алмай отырады. Өйткені январь, февраль айында мертвый сезон. Ешкім машина алып немесе квартира сатып алатын ақшалар болмайды, өйткені көп кәсіпкерлерде ол айда мысалға продажа болмайды. Білмеймін не үшін екенін кәсіпкерлер осылай жасайтын. Неге кәсіпкер болсаңыз, осы комментарийдің астында қалдыра кетіңізші, не себептен осылай жаңа жылға жақын қалған кезде машина аласыздар, квартира аласыздар, или бітіп қалады деп ойлайсыздар ма?